Үміткер, Шариярдың үміткері. Күттіңіз ба? Ұйықтасам да түсімде де көрген жоқ. Қатысушылар анандай бір эмоция бергенде кім деп ойладыңыз? Мен бір ерекше адам деп ойладым. Ерекше емес екен. Ерекше адам. Ерекше адам екен. Солай екен. Ал көңіл Арам. Бізге айтқан жоқ. Не ол дейсіз? көңіл күйіңіз қалай деймін? Күшті барлығы әдемі прям. Кеше бір үйде болдыңыздар, бірге тамақ ішіңіздер, бірақ ештеңе айтпадыңыз. Потому что қызық болсын дедім да енді. Эмоцияларын көрейін деген ғой. Не айтады екен, не істейді екен деп қасыма сразу тиісіп жатыр ғой маған деген. Таудан түстің деп жатыр, оған қалай қарайсыз? Жоқ, таудан түстің емес. Негізі әр адам әртүрлі тұлға ғой, например. Білмеймін, маған Шарияр адам ретінде ұнайды. Дәм салдағы уақытта. Кезінде бір олардың адамгершілігі жоқ адамдармен танысып кеттім. Түрлеріне қарап, түрге қарамау керек деп. Şey hissettim, просто yerin астына істеткенде ғой, соны айтып жатыр. Істеттім? Істеткенде еrin астына 0,5 салдым. Қашан? Осы 5 суббота. Көңіл күйіңіз бірақ соңғы кезде болмай жүр. Кеше сыйлық келгенде де бір ашуланып шықтыңыз. Алдындағы гүлдің... Жоқ, ол жерде гүлде емес, мен мағандай айттым ғой, ортада кішкене болғалы сөздер болған деп, соған негізі жынданып келіп үміткермен деген. Надак сыйлыққа қарамаймыз ғой, қандай болса да. Қандай болса қарамайсыз. Гүл ұнады. Үйіңізге апарып қойыңыз. Ар жақ әділерге апарып қойдым ортаға, тізім мына жақта үйге апара беріңше, мына жақта да тұрсын дедім да.